Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен ірімшікті сарымсақты нан жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Ең алдымен бос ыдысымызға жылы сүт және дрож, қант, тұз үшеуін салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Содан соң бір жұмыртқамызды жарып, салып жібереміз және араластырамыз. Келесі кезекте бізде ұнды салып, жақсылап, жұмсақ қамыр илейміз. Бастапқыда осылай қасықтың көмегімен араластырып, содан соң барып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Соңына қарай кішкене сармай салып жібереміз. Яғни ол қамырдың қолға жабыспауына көмегін тигізеді. Міне қамырымыз дайын болды. Енді бетін жақсылап жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Сол арада бетіне жағатын начинкасын дайындап аламыз. Бізге 1 ас қасық петрушка керек және 1 дана сарымсақты осылай үккіштен өткізіп аламыз. Енді сарымайымызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Және дәміне қарай кішкене ғана қасықтың ұшымен тұз саламыз. Және барлығын біркелкі етіп, жақсылап араластырамыз. Дайын болған начинканы бетін жауып, бөлек алып қоямыз. Енді жаңағы қамырымыз көтерілді. Сол қамырды әдемілеп, дөңгелек пішінге келтіріп, жайып аламыз. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Енді бетін пышақтың көмегімен толықтай емес, кішкене ғана кесіп шығамыз. Және сол кескен орынға біз ірімшігімізді орналастырып шығатын боламыз. Бізге бір ірімшіктің өзі жеткілікті. Осылай арасына салып шығамыз және керемет дәм береді. Міне біз ірімшігімізді орналастырып шықтық. Енді жаңағы начинканы әр торыға осылай жағып шығамыз. Міне біз жағып болдық. Енді 150 градуста 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сол үшін нан пісіретін градусқа қойсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Бізде үйімізде барлығымызға ұнады. Сіздермен болған Жансая.